Қайырлы таң, Қазақстан. Аздаған ұйқы сағаттарынан соң қайтадан жұмысқа кірісіп жатырмыз, алайда ешкім әлі жоқ. Тоғжан маған өтірік айтты. Просто бастықтар болған қасымда ұялдым айтуға. Олардың жоқ екен ба? Иә. Где ты деп айтшы. Жайна келді. Шаш жасай береміз. Аха, шаш жасай береміз. Көзім қызарып тұр, иә әлі? Ну, то есть с линзами, без линз көз қызыл, да? Что-то вот последний күн сондай болды. Недосып қой, недосып. Жесткий недосып. О, Жайнуш. Ал қайырлы таң, біз дайынбыз. Кезекті түсірілім, кезекті тақырыпта. Ең әдемі шаш үлгісі мен үшін ол әрине түсу шаш. Мен жанымда Әйгерім Тілеубек. Қайырлы таң, бәріне. Бүгін Қазақстан дауысы жайлы әңгімелесеміз. Қазақстанда Димаштан кейінгі әнші деп айтайын ба? Ойбай, оған әлі қайда? Жоқ, негізінде расымен өте дарынды, талантты қыз. Дауысы, диапазоны маған өзіме өте қатты ұнайды, Әйгерім. Сәттілік. Рахмет. Міне біздің студиядағы тіршілік осы. Бұлай гримерлар гримдайды. Әңгіме, бұл жақта камера. Ғалымжан. Біздің замандастардың төрі. В общем, съемочки наши начались. Тақырып Қазақстан дауысы. Қазақстан дауысының қатысушылары, тәлімгерлері, в общем, разных времен, разных лет.